Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз пеште дайын болатын ханым жасайтын боламыз. Кешкі асқа ханым жасаған болатынбыз, содан осындай салмасы артылып қалды. Енді осы артылған салмадан біз пешке пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен бір зуала қамыр илейміз. Яғни біздің мынау салмамыз бір зуала қамырға жетеді. Ол үшін бір пиала суды және дәміне қарай тұз салып, қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа көлемде қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз 15 минуттай тұрды. Енді осы қамырдан жұқа етіп, дөңгелек қылып қамыр жайып шығамыз. Міне қамырымызды да жайып болдық. Енді оның бетіне кез келген майды, сары май болса да ерітіп, бір тегіс қылып бетіне жағып шығамыз. Және оның үстіне жаңағы артылған салмамызды ортасына салып, оны да бір тегіс қылып шет-шетіне дейін әдемелеп жайып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Міне осылай жайып болғаннан кейін тура сол ханым сияқты қамырымызды орап шығамыз. Менде осындай пештің астында қоятын осындай ыдысы бар. Соның бетіне пергамент қағазын төсеп, оның бетін де майлаймыз. Сосын майлап болғаннан кейін жаңағы ораған қамырымызды осы ыдысқа салып, бұның да бетін жұқа етіп май жағып шығамыз. Міне осылай жағып болғаннан кейін мен газдың астына алдын ала қыздырып қойдым. Осы астына салмамызды салып 45 минут пісіреміз. Міне біздің ханымыз да дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай сап-сары болып пісіп шықты. Міне біздің пеште піскен ханымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ас болсын!